Жохан жазған ізгі хабар. Мәсіх Иса Құдайдың адамзатқа арнап өз ойын білдірген сөзі. Әуел баста сөз болатын. Сөз Құдайда болатын. Сөз Құдай еді. Сөз әуелден-ақ Құдайда болатын. Құдай бәрін сөз арқылы жаратқан. Жаратылған ештеңе де онсыз пайда болмаған. Сөз өмірдің бастауы болған. Сол өмір адамзат үшін нұр еді. Нұр түнекте жарқырайды, ал түнек нұрды жеңе алған емес. Құдай жіберген Жақия есімді адам болды. Жақия нұрдың куәсі болып, барлық адамдарды өзінің куәлігі арқылы нұрға сендіріп үшін келді. Жақияның өзі нұр емес еді, ол нұр туралы хабарлау үшін келген болатын. Әр адамға сәулесін түсіретін шынайы нұр бұл дүниеге келе жатты. Ол бұл дүниеде бар еді, бірақ әлемді жаратқан сол болса да, адамдар оны таныған жоқ. Өзі таңдап алған халқына келгенімен, олар оны қабылдамады. Бірақ оны қабылдап, оған сенім артқандардың бәрін ол Құдайдың рухани балалары болуға құқықты етті. Бұлар табиғи жолмен, пенденің қалауы бойынша бұл дүниеге келгендіктен емес, Құдай оларға шынайы өмір бергендіктен ғана оның рухани балалары болды. Сөз адамға айналып, арамызда өмір сүрді. Сонда біз әкенің жалғыз рухани ұлының асқан ұлылығын көрдік. Ол рахымдылық пен шындыққа толы еді. Жақия пайғамбар ол туралы дауыстап куәлік етіп: менен кейін келе жатқанның жолы менен үлкен. Өйткені ол мен тумастан бұрын бар болатын деген кісім осы, деді. Оның шексіз рахымынан бәріміз молынан жарылқанып келеміз. Құдай ата-бабаларымызға Таурат заңын Мұса пайғамбар арқылы берді. Ал рахым мен шындық бізге Иса Мәсіх арқылы жетті. Құдайды ешкім ешқашан көзімен көрген емес. Әкесімен тығыз байланыстағы жалғыз рухани ұлы бізге оны жақыннан танытты. Жақия пайғамбардың Мәсіх пен өзі туралы айтқандары. Яһудилердің басшылары діни қызметкерлер мен ләуілік көмекшілерді Иерусалим қаласынан Жақияға жіберіп, сен кімсің деп сұратты. Сонда ол жауап беруден бас тартпай, мен Құдай жіберемін деп уәде берген құтқарушы Мәсіх емеспін деп ашық айтты. Олар, онда сен кімсің? Мәсіхтен бұрын қайтып келуге тиісті Ильяс пайғамбарсың ба? деп сұрады. Жақия, жоқ, ол емеспін, деді. Мүмкін сен Мұса Құдай жібереді деген пайғамбар шығарсың? Жақия, жоқ, деп жауап қатты. Олар, бізді жібергендерге жауап беруіміз үшін кім екеніңді айтшы, өзің туралы не дейсің деп сұрады. Жақия, Ишая пайғамбар жар салған дауыс шығады айдалада, жаратқан еге түзу қылып даңғыл жолды салыңдар деп алдын ала айтып кеткен болатын. Жар салған сол хабаршы менмін деп жауап қайырды. Сонда парызшылар тобынан жіберілген кісілер де болды. Олар Жақияға сұрақ қойып, егер сен не Мәсіх, не Ильяс, не келуге тиісті пайғамбар болмасаң, неліктен адамдарды Құдай жолына түсіріп, суға шомылдыру рәсімінен өткізесің, деді. Жақия оларға, мен тек суға шомылдыру рәсімін ғана орындаймын, ал араларыңда сендер танымайтын біреу тұр. Ол менен кейін келе жатыр. Бірақ мен оның құлы болып кебісін әперуге де тұрмаймын, деп жауап берді. Бұл оқиға Жақия шомылдыру рәсімін орындап жүрген Иордан өзенінің жағасында Бетанияда болды. Құдайдың адамдарды құтқару үшін құрбандыққа жіберген тоқтысы. Келесі күні Жақия өзіне қарай келе жатқан Исаны көріп, қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы. Ол адамзаттың күнәсін өз мойнына артып, сол үшін жанын қияды. Менен кейін біреу келе жатыр, оның жолы менен үлкен, өйткені ол мен тумастан бұрын бар болатын дегенім де сол туралы айтқан едім.
Бұрын мен де оның шынымен кім екенін білмейтін едім. Бірақ оны Израиль халқына таныстырып, адамдарды шомылдыру рәсімінен өткізу үшін осы жерге келдім деді. Содан кейін Жақия куәлік етіп, мен киелі рухтың көгершін бейнесінде көктен түсіп, Исаға қонғанын көрдім. Исаны бұрын шынымен танымайтын едім. Бірақ мені шомылдыру рәсімін орындауға жіберген Құдай маған: сен киелі рухтың біреуге қонғанын көргенде, киелі рухқа шомылдырушының соның өзі екенін білесің деген болатын. Мен киелі рухтың Исаға қонғанын көріп, оның Құдайдың рухани ұлы екеніне куәгер болдым деді. Исаның алғашқы шәкірттерін таңдауы. Келесі күні Жақия мен оның 2 шәкірті тағы сол жерде тұрды. Ол қастарынан өтіп бара жатқан Исаны көріп, қараңдар, мынау Құдайдың құрбандыққа жіберген тоқтысы деді. 2 шәкірті Жақияның айтқанын естіп, Исаның соңына ере бастады. Иса бұрылып олардың өзіне ергенін көріп, сендер не істеп жүрсіңдер, деді. Олар Исадан: Раббы, арамей тіліндегі мағынасы ұстаз, сіз қайда тұрып жатырсыз деп сұрады. Иса: келіңдер де көріңдер, деді. Олар келіп Исаның тұрған жерін көрді де, сол күні онымен бірге болды. Уақыт түстен кейінгі сағат 4-тің шамасы еді. Жақиядан Иса туралы естіп, оған ерген екеудің бірі Шимон Петрдің інісі Әндір еді. Ол ең алдымен ағасы Шимонды тауып алып, біз Мәсіхтің өзін таптық, деді. Ал Мәсіх Құдай тағайындаған құтқарушы патша дегенді білдіреді. Содан кейін Әндір Шимонды Исаға ертіп келді. Иса Шимонға қарап: сен Жоханның ұлы Шимонсың. Бұдан бұлай Кефа деп аталасың, деді. Кефа грекше Петр, яғни тас. Келесі күні Иса Галилея аймағына бармақшы болды. Иса Филипті тауып оған: менің шәкіртім болып соңымнан ер, деді. Филип те Әндір мен Петр тұратын Бетсайда қаласынан еді. Филип Натанаилды тауып алып оған: біз Мұса Тауратта жазған басқа пайғамбарлар да өз жазбаларында айтып кеткен Мәсіхті таптық. Ол Назареттік Жүсіптің ұлы Иса, деді. Бірақ Натанаил: сол Назареттен не жақсылық шығар дейсің, деп жауап қатты Филип оған. Келіп өзің көр, деді. Иса өзіне қарай келе жатқан Натанаилды көргенде: мынау қолық сұмдығы жоқ нағыз Израилдік, деді. Натанаил: сіз мені қайдан білесіз, деп сұрады. Иса: сені Филип шақырмай тұрып, інжір ағашының астынан көріп едім, деді. Натанаил өзін Исаның інжір ағашының қалың жапырағының астынан көре алғанына қайран қалды да: ұстаз, сіз Құдайдың рухани ұлысыз, Израилдің патшасысыз. Соған көзім жетті, деп жауап берді. Иса оған: мен сені інжір ағашының астынан көрдім дегенді ғана айтқанда маған сендің. Әлі бұдан да зорды көресің, деді. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Бұдан былай көктің ашылғанын көресіңдер. Сонда Құдайдың періштелері көкке көтеріліп кетіп, әрі Құдай тағайындаған билеуші маған түсіп келіп тұратын болады. Осы аяттар киелі кітаптан алынған. Киелі кітапты видеоның төменгі жағындағы сипаттау бөлімінен жүктеп алыңыздар.